Күндердің бір күнінде теледидар қарап отырып, ол жерден дене келбеттері сымбатты жігіттер мен апаларды көрдім. Және олардың денелі келбеттері соншама керемет болды, сосын мен өзімдікіне қарай бастадым. Бірақ мен айнаға барып қарасам, менде тек қана май, тағы да май, тағы да май, және ең қорқыныштысы өте көп май болды. Бұл қорқынышты көріністен кейін мен нақты шешімге келдім, жаттығу жасап арықтаймын деген. Осылайша барлық жаттығулар жасап болғаннан кейін мен қуана өзімнің салмақ өлшейтін жеріме барып, неше килограмм, неше тонна тастағанымды білгім келді. Екі аяғыммен тұрып, көзімді сығалап қарап қойып едім. Ол жерде 110 килограмм тұрды. Мен қатты шошып кеттім де не істеу керектігін ойладым. Содан кейін мен дұрыс тамақтанамын деп шештім. Бастапқы кезінде мен дұрыс тамақтаным өте жақсы өтіп жатты. Мен овсянканы алдым да оны сразу жеп бастадым. Өйткені осылай оның бойында көп витаминдері болады шикі жеген кезде. Содан кейін мен жаттығулар жасап бастадым. Бірақ бір кезде мен басымды қатты соғып алдым. Содан кейін мен жаттығу жасамайтын болдым. Содан кейін мен жүгірейін деп шештім. Бүткіл үйді секундына 100 метр жүгіріп бастадым. Бірақ ол ешқандай көмегін бермеді. Сосын мен холодильникті аштым да оның ішінде самсаларды көріп қалдым. Жоқ, мен самсаны жемеймін дедім де айран ішейін деп жаттым. Бірақ мүмкін самса жермін. Жоқ, болмайды. Маған идеальное тело керек. Бірақ қорқынышсам бір самса жесем семіріп кетпеспін деп шештім. Және оның қасына өзімнің сүйікті қиярларымды алып сусынын ішіп бастадым. Содан кейін сүйікті самсамды бір тістеп, екі тістеп, үш тістеп жеп болғаннан кейін өзімнің блокнотымды алдым да қолына не келетінін жайлы жаздым. Жазып болғаннан көргеннен кейін мен шокқа келдім. Менің қолыма дым келмеді. Содан кейін мен одан да кітап оқиын деп шештім. Сосын кітапты оқып бастап едім, менің ойыма тамақтар келе бастады. Қуырылған картошка, майлы пицца, бетіндегі қабаттағы сырлары. Сөйткен аузыма суым ағып кетті де, сосын мен жатайын деп шештім. 1 сағат жаттым, 2 сағат жаттым, 3 сағат, 4 сағат. Қысқасын айтқанда арықтау керек.